Дариға күйеуі Ербол мен бірін-бірі сүйіп қосылды. Екеуі оттасқалы 7 жыл болды. 3 балалары бар. Ауылда жұмыс болмағандықтан Ербол жеңіл көлігімен кісі тасымалдап, отбасын асырап жатқан жайы бар. Дариға медбике болып жұмыс атқарады. Ербол әдеттегідей таңғы асын ішіп жұмысқа кетті. Дариға күнделікті күйбең тіршілікпен жүрген. Телефоны шырылдаған үні шықты. Бас кезінде өзінің телефоны ма деп ойлаған Дариға телефонды іздей бастады. Телефон дауысы кіреберіс бөлмеден шығады. Кіреберіске шықса, күйеуі телефонын ұмытып кетіпті. Телефонға қарап еді, экранында досым деп жазылып тұр. Мүмкін бұл шұғыл қоңырау шығар деп ойлаған Дариға телефонды көтеріп құлағына тақағаны сол еді. Арғы жақтан: «Жан, неге телефоныңды көтермейсің? Бағанадан бері жазып жатырмын, жауап неге жазбайсың?» деген сыңқылдаған бір қыздың даусы шықты. Дариға бас кезінде аптырып не айтарын білмей тұрып қалды. Қызғаныш оты ішін тырнаған Дариға айқайға басты: «Ал басты, сен кімсің? Оңбаған бұзылған. Менің күйеуімде не хақың бар?» Осы кезде әлгі қыз телефонды сөндіре салды. Дариға жалма-жан күйеуінің телефонын ашып әлгі қыздың жазғандарын оқи бастады. «Жаным, бүгін келесің ба? Жауабыңды жаз, көтем. Жаным, сағындым сені, сүйем сені. Жаным, бүгін келші, қатты сағындым. Жан, неге телефонын көтермейсің?» Осы кезде үйге ентіге жүгіріп Ербол кірді. Дариғаның қолындағы телефонын көріп, түрі бұзылып кетті. «Не істеп тұрсың?» деді Ербол сасқалақтап. «Оңбаған, жексұрын. Мынау қайғатының сүйем күйем деп жазып жатқан. Жек көрем сені», деп Дариға жылады. Ербол Дариғаның қолындағы телефонды алып, Дариғаны құшақтамақшы болды. «Жаным, қайдағы қатын? Не деп тұрсың?» «Жолама маған, жексұрын, жек көрем сені. Бар кет сол албастыңа. Ажырасам сенімен», деп Дариға бұлқан-талқан болды. Сүйген жарын өзіне сатқындық жасағаны жанына қатты батты. «Жан, кешірші». Ербол Дариғаны арт жағынан қапсыра құшақтап алды. «Жібер мені, жібер, кет, жоғал үйден, кет». «Жан, бір жола кешірші, енді қайталанбайды. Сендерді тастап қайда кетем? Кешірші жаным, сені сүйем ғой мен». Ан-суын ішіп, Ербол әйтіп-бүйтіп келіншегін Дариғаны алдап сулап алды. Дариға ажырасам деген райынан қайтты. 3 баланың әкесі, сүйген жарым. Бір жола кешірейін деп ойлады. Арада бірнеше ай өтті. Дариға асқазаны ауырыңқырап түнгі кезегіне ауруханаға келді. Науқастардың уколдарын салып, дәрі-дәрмектерін беріп, әзер шыдады. Асқазаны қатты бұрап бүк түсіп жатып қалды. Қызметтес құрбысы Маралды өз орнына түнгі кезекке шығып беруін өтінді. Марал келген соң Дариға түнгі онда үйіне қайтып кетті. 3 баласы ата-енесінің үйінде болатын. Есікті тартып еді, үйдің есігі ашық екен. Ойында ештеңе жоқ Дариға. Үйге кіргені сол еді, өздерінің жатын бөлмесінен ыңырсыған әйел дауысын естіді. Жайымен келіп бөлменің есігін ашып, жарықты жағып қалды. Өз көзіне өзі сенбеді. Күйеуінің астында анадан жаңа туғандай жалаңаш күйде жан құрбысы Самал жатыр. Самалдың күйеуі 2 баласы бар, отбасылы әйел. Дариғаны көрген Ербол мен Самал жан таласып киімдерін іздеп киіне бастады. Күйеуі мен құрбысының опасыздығы Дариғаның жанына қатты батты. «Бұл не сұмдық, оңбағандар!» деп айқайға басқан Дариға телефонын алып Ербол мен Самалдың жалаңаш денелерін видеоға түсіріп алды. «Міне қараңыздар, мына оңбағандарды, мына албасты маған құрбы болып жүріп, не істегенін қараңыздар. Ұятсыз, менің күйеуіммен жатыр. Самал, сенің ұятың қайда? Сенің 2 балаң, күйеуің бар емес пе? Міне көріңіздер, бұл жексұрындарды». Ызаға булыққан Дариға видеоны ауыл тұрғындарының группасына салып жіберді. Қаны қарайып,
Дариға қатты ашудан өзін-өзі ұстай алмай, асығыс шала шарпы киінген Самалдың шашынан жармасты. Ербол бір аяғында нәскиі бар, бір аяғында жоқ. Бұтына шалбарын кие сала Самал мен Дариғаны ажырата бастады. Дариға Самалдың шашынан шаш қоймай, уыстап жұлып алды да, үйден аяқ киімінде кигізбей, жалаң аяқ қуып шықты. Өзі сол беті ата-енесінің үйіне тартты. Ата-енесіне болған жайды айтып, 3 баласын алып, өз әке-шешесіне төркініне кетіп қалды. Бүкіл ауыл тұрғыны Ербол мен Самалдың төсектегі жалаңаш түрлерін көрді. Самалдың күйеуі, ата-енесі, әке-шешесі, туыс-туғандар барлығы видеоны көрді. Видео вирустай жан-жаққа тарап кетті. Дариға ажырасуға арыз берді. Самалдың күйеуі Самалды үйінен қуып шықты да 2 баласын алып қалды. Ел жұртқа масқара болған Самал сол ауылда тұратын әке-шешесіне келді. Үйге кірген бетте әкесі: "Ел жұртқа масқара еттің, бүкіл абыройымызды төктің. Ұят-ай, елге қай бетімізбен қараймыз? Кет бұл үйден, сендей қыз бізде жоқ, арсыз", деп әкесі Самалды үйден қуып шықты. Ауылда қай беттерімен қалмақ? Ел жұртқа қара бет болған Ербол мен Самал қалаға аттанды. Біреуі әйелінің, біреуі күйеуінің көзіне шөп салған 2 жүргіш қазір қалада бірге тұрып жатқан жайлары бар.